Қайырлы күн, саламатсыздар. Мен адвокат Кішкенебаев Тілеухан Жұмабекұлы. Мен Қазақстан Республикасының бас прокурорына және Ішкі істер министрлігіне осы үндеуімді жолдағым келіп отыр. Менің қорғауымда сәрсенбі және қарымсаққа қатысты қарымсақтың жәбірленушілер. Осылардың мүдделері бұзылуына байланысты, құқықтар бұзылуына байланысты 26 тамыз 2020 жылы Қызылорда облысы Қазалы ауданы прокуратурасына олардың автокөлігін заңсыз тұраққа қойған үшін жол полиция басқармасының инспекторлеріне қатысты шара қолдану жөнінде прокуратураға шағым бергенмін. Бірақ 26 шілде 2020 жылы берген шағымыма мен аудан прокурорымен хат жолданды, яғни менің жіберген хатым Қызылорда облысының полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығы полиция полковнигі Қаршығаға деп Қазалы ауданы прокуратурасы сол жаққа жолдаған. Менің жазған арызым бойынша жол патрульдік полиция инспекторы Әбдіқали мен Мадриемов деген азаматтардың іс-әрекетіне жазған шағым бойынша тексеріс жүргізіңдер деп прокурор осы облыстық полиция департаментіне жолдаған. Өзіндік полиция департаментінің қауіпсіздік басқармасының бастығы бұл істі әрі қарай Қызылорда облыстық полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің бастығына жолдаған. Яғни прокурордың маған берген жауабы 27 тамыз 2020 жылы берген болатын. Осы полиция департаментіне жолдаған. Одан кейін полиция департаменті оны жергілікті полиция қызметінің бастығына жолдаған. Яғни уақыт мерзімдері 29 тамыз күні 2020 жылы жолдаған. Міне осыдан бері уже қанша уақыт өтті, бір жылға жуық уақыт өтті, әлі күнге дейін бізге ешқандай жауап қайтпай отыр. Енді мен қайтадан осы Қазалы ауданы прокуратурасынан ешқандай нәтиже болмағаннан кейін Қызылорда облысының прокуратурасына шағымданғанмын. Осы менің жазған шағым бойынша ешқандай жауап қайтпай жатқанын, және де осы полиция инспекторлері, жол полиция инспекторлеріне қатысты ешқандай шара қолданбаған жөнінде мен айтқан болатын. Бірақ міне Қызылорда облысының прокуратурасы тағы да міне 13 мамыр 2021 жылы маған тағы да хатын жолдады. Яғни осы істі тексеру үшін Қызылорда облыстық полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің бастығына тағы да жолданған. Одан да ешқандай нәтиже болмай жатыр. Және де осы Қызылорда облысының полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығының міндетін атқарушы полиция полковнигі Қарағуловқа жолданған. Міне одан да ешқандай жауап келмей отыр. Менің енді айтқым келгені, бір жылдан бері уақыт өтті. Қазір уақытта біздің Қызылорда облысы Қазалы ауданы прокуратурасы ешқандай тиісті деңгейде жұмыс атқарып отқан жоқ. Одан кейін Қызылорда облыстық прокуратурасына да мен осы аудан прокурорының ешқандай да жұмыс атқармаған, және де осы полиция департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының осы өкілдеріне қатысты жазғаным, одан да ешқандай нәтиже болмай жатыр. Сонда бұл бізде прокуратура не үшін керек? Осыны қадағалаушы орган осыны қадағаламаса, оны аяқсыз қалдыратын болса, сондықтан мен осы жоғары тұрған бас прокуратурадан және де Ішкі істер министрлігінен осы істі өздерінің қадағалауына алуларыңызды, және де осындай бассыздық, осындай немқұрайлы өз жұмысына қараған осы Қызылорда облысының прокурорын және де Қазалы ауданы прокуратурасына тиісті деңгейде шара қолдануыңызды, және де осы полиция департаменті Қызылорда облысының өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастықтарына, басшыларына, және де Қызылорда облыстық полиция департаментінің жергілікті полиция қызметінің бастығына қатысты шара қолдануларыңызды сұраймын. Және де менің қорғауымдағы жәбірленушілердің, яғни сәрсенбі мен қарымсақтың
жаңағы зардап шегуіне байланысты жазған шағымыз бойынша жаңағы полиция жол полиция қызметкерлеріне, яғни полиция қызметкері Әбдіқали мен Мадияровтың іс-әрекетіне тексеріс жүргізіп, олардың іс-әрекетіне тиісті түрде шара қолдануларыңызды сұраймын. Рахмет.